Kılıçтай kıyıp düşer tilim barda, dünyege oy salıp dübürledim. Muzbalak Muqagali jırlağanday, ең birinci bakıtım tilim menin. Keygeyde dünyeden tüngülsem de, kasiyetli tilimden tüngülmedim. Köngrenip dalamızga küz gelse de, жылытсын бойларыңды жырым менің. Көктемдей боп көңілі жадыраған, ағайын күннен ыстық күлімдеуің. Баршаңа басым дейіп сәлем бердім, ұлыларын ұлықтар ұғым делім. Ана тілін ардақтап туған тілдің, туын биік көтерген тұғырлы елім. Olmağan bas kesse de kesilgen til, өшпейді өткен тарих есімнен құр. Менің тілім кешегі қас туғандар толғанып тобалдында көсілген тіл. Төле мен әйтекелер төрде сөйлеп, тентекті тезге салып кешірген тіл. Қаздауыз Қазыбек би бабам болып, Қонтайшының көмейін өшірген тіл. Беселі маңдайдағы бақытымсың, бесігімнен әлдилеп өсірген тіл. Тіл жайлы жырға қоссақ мақұл еді, Ұлы Абай ұлтымызға хакім еді. Ең алғаш өзіңменен өлең жазып, байлыққа ұрпақтары батып еді. Кеңестік кер заманның өзінде де қазақша боп жазылған аты жөні. Момышев емеспін деп Микаянға тіке айтқан Бауыржандай батыр еді. Бірақ сөзбен шегінткен хан төрені, қазақтың сөз емес пе салт өнері. Мәртебесін тілімнің биіктетер, ағайын мың жасаңдар мәртебелі. Жүсіпбек Аймауытов 100 жыл бұрын айтқан сөзді еске алсақ қайтер еді. Ана тіл алаш дейтін асқақ ұлттың, мәңгілік құламайтын бәйтерек ауайы. Кездер-ай кеңес күнде сағым сынған, шырқалмаған шындық пен әнім шыңнан. Аллаға шүкір егемен ел атандық, аман өтіп қаншама ауыр сыннан. Қандастарды көргенде қынжыламын, мүдірмейтін орысша ағылшыннан. Аузына 60 тілді сыйдырса да, ана тілде сөйлеуге ауырсын ғана. Тіл десе айтылатын даттау көбет, бірақ бұдан біздерге аттау керек. Ең алдымен бастайық өзімізден, бас салып жұртқа кінә жаппау керек. Бір орыс ортамызға келді екен деп, он қазақ орысша тіл қатпау керек. Автобуста көзі көк кондукторға сөзімізді қазақша саптау керек. Мінбелерде сөйлейтін министрлер әріптердің аяғын чаппау керек. 5 жасынан 3 тілді бірге үйретіп, балаға ауыр жүкті артпау керек. Кешегі Мұқағали фаризалар шаң басып архивтерде жатпау керек. Шакираның өлеңін емес жастар, Шәкәрімнің өлеңін жаттау керек. Мәңгілік ел боламыз деп бастаған
жарлығын елбасының жақтау керек. Елімізді мәңгілік ету үшін тілімізді мәңгілік сақтау керек. Бабамнан мирас болып жыр жеткен еді, 300 3 биімді үлгеткен еді. Мырзалиев айтып еді Қадыр ағам, ана тілдің айдынын кірлетпе деп. Өзге тілдің барлығын білсең дағы, алдымен өз тіліңді құрметте деп. Таңдайға айтқан жырым шекері болса, өмірім өнер үшін өтер қанша. Құрметті мейман болып отырар мет, бұл дүниеде қадірдей көкем болса. Ана тілдің абыройы асқақтайды, ерлерім елге еңбек етері болса. Қадыр ақын айтқан осы сөздің әр қазақ қадіріне жетері болса.